Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің Шамалған ауылдық мәдениет үйінің ел іші өнер кеніші атты авторлық жобасының бүгінгі қонағы Тілдер күніне орай ұйымдастырылған Тіл тірегіміз соғып тұрғаны жүрегіміз атты жыр мүшәйрасының бас жүлде иегері Карпов Глеб. Глеб, көңіл күйің қалай? Жақсы, аман. Глеб, өзіңнің отбасың, ата-анаң туралы айтып берсең. Менің атым Глеб, мен 14 жастамын. Мен мамам кондитердің жұмыс істейді. Сол енді папам тағы да фурай дейді, жүргізуші. Ал апам үйде отырады пенсияда. Жарайсың, Глеб. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген. Сенің қазақ тілінде еркін сөйлеуің біздерді қатты қуантады. Сен тіпті кейбір қазақ әндерінде жақсы орындап шығасың, иә? Осы жетістікке жетуіне кімдер көмектесті? Басқа қандай ұлттардың тілін білесің? Бұтауыз апай и менің ауылымдағы достарым көмектескен. Сен тағы қандай тіл білесің? Қазақ тілінен, орыс тілінен басқа? Білмеймін тақсы. Болды ғой, иә? Қазақ тілі тек орыс тілін білесің, иә? Жарайсың. Бізге арнайы дайындап келген өзіңнің әніңді айтып берсең бізге. Қара қызға құмар келгенміндер, күлкім келген қара елге түскендер. Домбырамды аларман, жүрек сазық шаларман, қайғырғанда ес айтпас. Домбыра сазың естен қарайлар, манесінде естерлен қарайлар. Естемінде ой беріп, жүректерге сез беріп, госясяна санаслар. Рахмет саған, Глеб. Қазақ ақын жазушыларының ішіндегі өзіңе ұнайтын, сүйіп оқитын туған кім? Қандай ақындар ұнатасың? Абай Құнанбаев и Мұқағали Мақатаев. Сенпас болмай әрнеге, өнерпаз болсан арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кеттігін барта тапқан. Рахмет, Абайдың өлеңі ғой, иә? Ал Глеб, өзіңнен қысқа да нұсқа, мәнді мағыналы сұхбат болды. Саған көп-көп рахмет айтамыз. Сабағыңды жақсы оқып, Қазақстанның білімді білікті азамат болуына тілектеспіз. Ата-анаңның, ұстаздарыңның үмітін ақтар азамат бол. Ал құрметті көрермендер, бүгінгі біздің ел іші өнер кеніші атты авторлық жобамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.